Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есім. Біз сендермен өткен сабақта сөз таптарын есімізге түсірдік. Бүгінгі сабақта сөйлемнен зат есімді табасыңдар. Ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін ажыратасыңдар. Берілген сөздерді бірге оқиық. Әбілхан, әдемі, сурет, бес, келді, мүсін. Ал енді осы сөздердің ішінен зат есімді табыңдаршы. Зат есім заттың атын білдіреді. Кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Мұндағы зат есім кім? Әбілхан. Не? Сурет. Не? Мүсін. Сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенемін. Келесі берілген мәтінді мұқият тыңдаңдар. Құмға салынған сурет. Жұрттың баласы хат танып, сабақ оқығанда, мұның қолынан бар келгені сұқ саусағымен құмға сурет салу. Болмаса қашау, пышағын ала жүріп, тас пен ағаштан мүсін жасау. Бала, әкең Қастей марқұм момын кісі еді. Мынауың біз білмеген өнер екен, деді бір күні Әбілханның ағаштан жасалған мүсіндерін көрген Түргенбай ұста. Өнерді өрге бастыру үшін өмірді тану керек. Білімсіз адамның өрісі тар, қылышы қысқа, сурет салуға талабың бар екен. Оқуың керек шығар балам, деген еді бірде ол. Осы сөз оның алдынан бақыт шырағы болып жылтырады. Балалар, суретші ата өлеңін бірге оқиықшы. Шал көденің гүлінай, елге тартқан сыйындай, ақындардың алыбы, мынау бір жан сүйінбай. Мына сурет жасымнан, көзіме оттай басылған, аман келді атамыз, алмас қылыш асынған. Күткен диқан ақ самай, мына бәсем бақшанай, көз тартады кең жайлау, алаулайды қапшағай. Мына тауды қашаған, батыр кенші жас адам, өнерлі ата Әбілхан мұның бәрін жасаған. Балалар, мәтіндер мазмұны бойынша тапсырмаларды орындайық. Мәтін мен өлеңде кім туралы айтылған? Әбілхан Қастеев туралы айтылған. Мәтін мен өлеңді өзара салыстырыңдаршы. Құмға салынған сурет, суретші ата. Ұқсастығы мен айырмашылығын тауып көріңдер. Құмға салынған сурет ғылыми мәтін. Суретші ата көркем мәтін болады. Ғылыми мәтінде зат нақты суреттелсе, көркем мәтінде бейнелі суреттеледі. Естеріңнен шығармаңдар. Ұқсастығы не? Екі мәтінде де Әбілхан Қастеев туралы айтылған. Ендеше Әбілхан Қастеев туралы толығырақ білу үшін бейнематериалға назар аударыңдар. Әбілхан Қастеев 1904 жылы қазіргі Алматы облысы Жаркент өңірін көктей ағатын Шежін өзенінің бойында дүниеге келді. Әкесінен 3 жасында жетім қалған ол, жастайынан қой бағып, балалық шақтың кермек дәмін тата жүріп ер жетті. Алайда оның жазу сызуға жас кезінен аса құштар болуы, жетімдік тақсіретіне, жоқшылық ауыртпалығына мойымай жетілуіне сеп болды. Арманшыл бала Шежін бойының сұлу табиғатына, Жоңғар Алатауының қар басқан биік әппақ найза шыңдарына көзін суғара, сүйсіне ұзақ қарайтын. Әсіресе Алатаудың Шежін өзені тұсындағы әсем көрінісі болашақ суретшінің қиялын шарықтататын, өзгеше күй сыйлайды. 1929 жылы қарт суретші Хлудовтың шеберханасынан бір-ақ шықты. Сол жылы 80-нің сеңгіріне шыққан Хлудов Әбілханды алғаш көргенде, Қазақстанға келгелі 50 жыл болды. Суретші боламын деп келген қазақты бірінші рет көріп отырмын деп таң қалды. Әбілхан Хлудовтан аптасына 2 рет дәріс алып, сурет өнерінің қыр-сырына үйрене бастады. Талабы күшті, таланты таудай болғанымен дер кезінде кәсіби білім ала алмағандығы оның ең үлкен өкініші еді. Ол суретшілік білімін жетілдіргісі келді. Бірде Мәскеуден Қазақстан оқу комиссариатына суретшілік талап бар, қазақ жасы оқуға жіберілсін деген жедел хат келе қалды. Бұл кезде суретші Әубәкір Смайыловтың шақыруымен Алматыға қайтып келген Әбілхан
КСРО суретшілер одағының Алматы бөлімшесінде қызмет істейтін. Таңдау бірден Қастеевке түсті. 1934 жылы ол Мәскеуге аттанды. Балалар, бейнематериалда Әбілхан Қастеев туралы білдіңдер. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Суретші ата өлеңіне қайта оралайық. Бұл өлеңнен зат есімді табыңдаршы. Кім? Біржан. Кім? Сүйінбай. Не? Сурет. Кім? Амангелді. Не? Қылыш. Не? Диқан. Не? Самай. Не? Жайлау. Не? Қапшағай. Кім? Кенші. Кім? Адам. Кім? Ата. Кім? Әбілхан. Енді балалар, осы сөздерді жалқы есім және жалпы есімге ажыратайықшы. Жалқы есім кісінің аты жөні, жер су аттары, жануарларға қойылған атаулар екенін естеріңе салайын. Жалқы есімнен басқа сөздердің барлығы жалпы есім болады. Біржан бізде жалқы есім болады. Сүйінбай жалқы есім. Ата жалпы есім болады. Сурет жалпы есім. Амангелді жалқы есім. Қылыш жалпы есім. Диқан жалпы есім. Самай жалпы есім. Жайлау жалпы есім. Кенші жалпы есім болады. Қапшағай жалқы есім болады. Әбілхан жалқы есім және адам жалпы есім болады. Сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенемін. Берілген сөздерді бірге оқайық. Жалпы есім әнші. Жалқы есім Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Әлбек Дінішев. Күйші Құрманғазы, Дина Дәулеткерей. Мүсінші Бақытжан Әбішев, Хакімжан Наурызбаев, Ескен Сергебаев. Балалар, не байқадыңдар? Я, балалар, жалқы есім әр кезде бас әріппен жазылады. Естерінен шығармаңдар. Берілген мәтінді көшіріп жазыңдар. Қазір бірге оқайық. Мүсін әртүрлі тәсілмен жасалады. Мүсіннің бедерін шығаруда жұмсақ сазбалшық пайдаланылады. Қатты затты кертіп те бедер жасауға болады. Мәтіннен зат есімді табыңдаршы. Мұндағы зат есім мүсін, сазбалшық, бедер. Берілген сөздерді бірге оқайық. Мұражай, экспонаттар, Әбілхан Қастеев, кілемдер, Алматы, портрет, мүсінші. Бұл сөздерді жалқы, жалпы есімге және зат есімнің көпше жекеше түріне ажыратыңдаршы. Мұражай бізде жалпы есім және жекеше түрі. Экспонаттар жалпы есім болады, зат есімнің көпше түрі. Әбілхан Қастеев жалқы есім, зат есімнің жекеше түрі. Кілемдер жалпы есім, зат есімнің көпше түрі. Алматы жалқы есім, жекеше түрі. Портрет жалпы есім, зат есімнің жекеше түрі. Және мүсінші жалпы есім, зат есімнің жекеше түрі болады. Бәрекелді балалар. Бүгінгі сабақта нені үйрендік? Сөйлемнен зат есімді таптыңдар. Ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін ажыраттыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.